Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Құрметті достар, қазіргі таңда жасанды интеллект дамып жатыр, білесіздер. Жасанды интеллектті біз мұғалім ретінде, ұстаз ретінде өзіміздің сабағымызға қалай қолдануымызға болады. Мысалы, мен ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Осы жасанды интеллектті ағылшын тілі пәнінде қолданылу, яғни маған қалай көмектеседі, сол туралы сіздерге үйретемін осы видеода. Видеоның соңына дейін көріңіздер, қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Құрметті ұстаздар, ChatGPT бүгінгі айтатын жасанды интеллект тақырыбымыз. ChatGPT деп Google-ға сіздер терсеңіздер де болады. Ноутбукпен немесе осылай телефондарыңызға скачать етіп аласыздар. ChatGPT деп мінекей. Осыны скачать еткеннен кейін сіздер өздеріңіздің логин парольдарыңызбен регистрация болуларыңыз керек. Яғни электронды почталарыңызбен. Мінекей мен мына жерде электронды почтаммен болдым. Регистрация. Мінекей. Енді осы жерде сіз приложениені ашқаныңызда сіздерге осындай бірнеше нұсқалар беріледі. Қалағандарыңызды мысалы таңдап жаза берсеңіз болады, сұрап мысалға. Ал енді біз жаңадан несін сұраймыз. ChatGPT-ге сұрақ қоямыз. Өздеріңіздің қызықтырып атқан сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Мен қазір осы ағылшын тілі пәнінде маған қалай көмектесетіндігі туралы сіздерге көрсетемін. Алдағы уақытта білесіздер, 16 желтоқсан келе жатыр. Осы 16 желтоқсанға ашық сабағыңызға немесе басқа да өзіңіздің сабағыңызда қолданылатын түрлі көрнекіліктер жасағыңыз келсе, осы ChatGPT-дің көмегімен жасауыңызға болады. Яғни бұл жерде ChatGPT сізге былай көмектеседі. Мысалы, мен өзімнің ашық сабағымда балаларға арналған сұрақтар дайындағым келіп тұр. Қазақстан туралы осыны ChatGPT-ге сұраймын. Мінекей, мен Қазақстан туралы ChatGPT-ден сұрақ сұрадым. Ол маған сұрақтарды осылай құрастырып берді. Осы сұрақтарды алып, өзіңіздің жаңағы көрнекіліктеріңізге қолдана бересіздер. Немесе мен тағы да бір сұрақ қойғым келіп тұр. Бізде open-minded деген сұрақтар бар, яғни оқушы yes, no дегеннен басқа толық жауап беру керек. Open-minded сұрақтарында, иә. Соны сұраймыз. Мінекей. Яғни бұл сұрақтар оқушыны ойлантыратын, толық сөйлеу дағдысын, спикинг дағдысын қалыптастыруға көмектестіретін сұрақтар бізге құрастырып берді. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай, ChatGPT-дің мүмкіндіктері өте көп, яғни көмегі осы жерден сұрақтарды алып қолдана бересіздер. Мысалы, мен осы сұрақтарды өзімнің копия жасап алып, өзімнің телефоныма сақтап қойып, мінекей, өзім телефоныма сақтап, додокаэдр әдісіне, мысалы, мен жаңағы сұрақтарды өзімнің осы додокаэдр көрнекілігіме салып қолданғым келіп тұр. Осы жерден былай копировать жасаймын дағыны,
осы додекаэдроме салып қолдана беремін. Мінекей, немесе өзіңіздің жаңағы басқа да көрнекіліктеріңізге солай қолдана бересіздер. Сіз, яғни мүмкіндіктері өте көп. Бұл жерде қазақша сұрақ қойсаңыздар да болады. Қазақша сөздерінде кейбір грамматикалық қателіктер бар. Өкінішке орай, бірақ енді соны өзіңіз түзетіп алуыңызға болады. Мінекей достар, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер пайдалы болса, видеоға лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетсеңіз, нұр үстіне нұр болады. Және осы видеоның астына мен өзімнің тегін телеграм каналымды белгілеп қоямын. Каналыма тіркеліп, өзімнің сабағымда қолданылатын материалдарды алсаңыздар болады сол жерден. Және менің ақылы телеграм каналым бар, ол жерде өзімнің ақылы түрде телеграм көрнекіліктерімді салып отырамын. Ол көрнекіліктерге доступ шексіз. Оған тіркелу үшін менің инстаграмыма жазыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыз.